Бейсен және болмыс. Бұл кітапты не үшін жаздық? Бейсен және болмыстың жазылуына не нәрсе ықпал етті? Жауап біреу және анық. Бізді қағазға тезірек түсіріп жарыққа шығар деп жанымызды түртпектеген бейсеннің өзі емес, оның өлшеулі ғұмырында түсініксіз тіршіліктен түсінікті етіп жасап шыққан ғибратты тағдыры. Тағдыр деп нені айтамыз? Тағдыр біз үшін адамның ерік қалауы, араласа алмайтын тәуелсіз аймақ, яғни өзгермейтін болмыс. Біз енді қалай қиялдасақ та қалауымызбен қылшығын да қисайта алмайтын өз алдына дербес бір объекті. Өмір сүруді қырғын қызыққа айналдырып, жалығу мен торығуды тоқтатып қоятын таңғажайып қуат та осы тағдыр мен адамның ерік-жігерінің жекпе-жегінен пайда болады. Бұл жекпе-жекте адам бірде жеңеді, бірде жеңіледі. Мәселе жеңу не жеңілуде емес, жекпе-жек біткенше майданнан қашып шықпай соңына дейін төзуде. Ең бастысы бұл майданға не үшін кіріп, кім үшін айқасқаныңды ақылың мен жүрегің анық айырып тұрса болғаны. Түпкі мұраты көңілге анық болған кез келген күрестің мәңгілік мәні болады. Сәтімен игерілген осы мән бұлыңғыр күйде тұрған абстрактілі адам болмысына әрі тұнық, әрі мәңгілік сипат тартады. Міне, мәңгілік сипаты бар болмыс қай кезде де өзінің бар екенін білдіріп, басқа жұртты мазалап, мәңгілік мұратқа шақырып тұрады. Әу баста Бейсен марқұм дүниеден озған соң салт бойынша аза тұтып, оны жөнімен жоқтау үшін 20 беттік естелік жазып, әлеуметтік желіге жариялаған. Кітаптың соңында бұл естелікті де қаз қалпында ұсындым. Осыдан соң дәл сондай әсерлі естеліктер айтып, бірнеше адам маған хабарласты. Бәрінің де естелігі тірі жанды тебірентпей қоймайды. Құр естіп қоя салуға обалақ оқиғалар. Бәрі де кітапқа сұранып тұр. Артынша Бейсеннің өмірі неге тұтас жазбайсыз? Естелігіңіз толық емес, не басы жоқ, не аяғы жоқ. Құр босқа ынтық қоятын шикі дүние болып қалыпты. Осыны бір қолға алсаңыз, деген ұсыныстар да түсе бастады. Осы ұсыныстар батыл қадам жасауға жүрексініп тұрған маған қосымша қамшы болды. Бейсеннің өмірін кітапқа айналдырсам, қалай қарайсыз? Естеліктер бере аласыз ба? Деп жан-жарына хабарласып рұқсат сұрадым. Ол менен осындай ұсыныс түсерін сезіп, дайындықпен күтіп жүргенін де еңбектің жарық көруіне жәрдемін аямайтынын да бірден айтты. Бірақ ол пандемия кезіне тура келді де жұмыс уақытша тоқтады. Эпидемия әлсіреп, жағдай біршама жақсарған соң ғана бұл істі шындап қолға алудың сәті түсті. Бейсеннің болмысын зерттеуді қолға алғанда негізінен логототерапия теориясын басшылыққа алдық. Оның ең басты екі түрлі пайдасы бар. Біріншісі, мәнге ұмтылыс теориясы арқылы Бейсеннің болмысын барынша ашып көрсетуге мүмкіндік туады. Екіншісі, жазылған еңбектің ықпал ету аймағын кеңітеді. Яғни бұл кітап тамыр-таныс, туған-туыс арасында ғана тарайтын әулеттік дүние болмауы тиіс. Жазылған еңбектің адам болмысына қызығатын барлық оқу орындарына қосымша оқулық ретінде де ене алатын академиялық сипаты болуы тиіс. Қарап отырсаңыз, Бейсеннің тағдыры ғайыптағы бір тылсымға талпыныстан тұрады. 21 ғасырдың басында адамды тіршілікке құштар еткен не деген аса маңызды экзистенциялық сұрақ Еуропада күн тәртібіне қайта келді. Бұл сұраққа бұрынғыдай философтар емес, психотерапевттер де жауап беріп жатты. Теориясын рахаттану принципіне негізделген Зигмунд Фройдтың пікірінше, адамда құмарға тоймайтын либидо ғана бар. Бірақ ол жыныстық қалауын елдің ішінде ашықтан-ашық жүзеге асыра алмайды. Қалай десек те, қоғамдық талап пен қысым оны бір тәртіпке түсіреді. Сондықтан либидо нәпсәни қалауын эгомен ақылдаса отырып, супер эгомен санаса отырып, сыпайы түрде жүзеге асырады. Адамның діни амалдары мен философиялық ой толғамдары да либидоның сублимацияға айналған түрі. Айналып келгенде, адамның түп негізінде құтырына құмартқан иттің нәпсәни қалауынан басқа дым да жоқ. Осы құмарлықтың жолы тарылып, рахаттану азайғанда өмірге деген құлшыныс та күрт төмендейді деп тұжырым жасайды. Бірақ мұндай өлшем Бейсен сияқты таңғажайып типтердің құпиясын ашпайды. Себебі Бейсен
Адамды еріксіз мас қылатын жастық шақтың өзінде құмарлығын қатаң бақылауда ұстаған есті азамат. Айкидомен шұғылданып, шығыстан алған меңгеретін кезінде ойын-сауыққа берілмек түгілі, онша-мұнша тақуаңыз төзе алмайтын аскеттік өмірді бастан кешкен. Осының өзі-ақ Бейсеннің жас кезінен өмірді өнегемен сүруге бекінгенін білдіреді. Маңызды сұрақпен бетпе-бет келген тағы бір ғалымның аты Альфред Адлер. Оның ойынша, өмір сүруге мотивация беріп тұрған күш ел мойындайтын мәртебеге жетуге деген ұмтылыс. Адам білім мен билікке де сол үшін құштар болады. Мұны қарапайым қазақшаласақ, қатарының алды болуға тырысу. Бір қарағанда бұл да бір дұрыс көзқарас сияқты көрінеді. Себебі жастардың дені екінші болма деген ұранның күшімен өздерін жанталаса жетілдіріп ілім-білімге ұмтылып ақ жатқан жоқ па? Бірақ Макс Шиллер бұған қарап, Адлердің теориясын жақсы, бірақ адамның бәріне жарамсыз. Мәртебе теориясы карьерист типтерге ғана дөп келеді екен, деп ақырын ғана түйреп өтіпті. Ал адам бұл өмірде мәнге қарай ұмтылады. Оны өмірге құштар қылған нәрсе ғайыпта тұрған трансцендент. Мән деген көзқарасты жетілдірген Виктор Франкл да Адлердің мәртебеге, яғни қоғамдық статусқа тартылатын теориясын былай деп сынайды. Адлердің мәртебе ұмтылысы өте жақсы, бірақ ол бір нәзік нәрсені байқамай қалды. Адам баласы әлеуметтік статусқа ғана емес, сонымен бірге моральдық мәртебеге де ұмтылады. Мұндай талпынысқа түскен тип жер әлемінің ішіндегі дүнияви мәртебені місе тұтпайды. Олар адамның миына сыймас ұлы бір болмысқа қарай ұмтылады. Соны игеріп, онымен біте қайнасып кеткісі келеді. Осы ұмтылысы жүзеге асқан кезде моральдық мәртебесі оған ажалсыз адам мәртебесін қоса сыйлайды. Қолыңыздағы кітапты мұқият оқысаңыз, Бейсеннің адамшылық мәртебеге ұмтылғанын көресіз. Журналистік карьерасы шарықтап тұрған кезде де оған билік тарапынан өте жақсы қызметтер ұсынылған. Әкім қаралармен де аралас-құраластығы, сыйластығы өте жақсы болған. Осыншама мүмкіндігі бола тұра, Бейсен бірде-бір креслоға сұқтанбаған, не қызметке сұранбаған. Керісінше, барлық ұсыныстан саналы түрде бас тартып, керек десең ажалдың өзі әсер ете алмайтын ең маңызды аймаққа бет түзеп кете берген. Барлық ситуацияда қабылдаған шешімі мейлінше объективті мәнге қарай бағытталған. Трансцендентті мәннің сәулесі адамның бүкіл өміріне жарық беріп, оның тағдырына қашалып қалған рухани рельефтерін анық көрсетеді. Америкалық антрополог Мэри Бейтон былай дейді: біз сүрілген өмірде баяндап бастағанда жасампаз жаратылысқа айналамыз. Жұрттың дені ойдан құрап жазылған шығармада ғана бір ізді сюжет бар. Шынайы өмір ондай емес. Бәрі күтпеген кездейсоқ оқиғадан құрылады дейді. Әсте олай емес. Барлық адам өз өмірін еске алып, қайтадан баяндап бастағанда, оның ішінде ортақ сюжетті оп-оңай тауып алады. Бір оқиға екінші оқиғаның заңды сериясы. Бейтсонның ойымен келіспеске шара жоқ. Расымен солай. Яғни бір іс өміріміздің барлық белесінде алдымыздан шығып, тағдырды өнегемен өрнектеуге мүмкіндік береді. Әрбір жасалған қадам мен қабылданған шешім сапасына қарай адамның болмысын, идентификациясын айшықтап тұрады. Өткен өмірде жиі-жиі еске алып, саналы түрде саралап отыру сол үшін керек. Оның салмақсыз тұстарын алып тастап, мағыналы тізбекті бір-бірімен қиыстыру арқылы қою тұтастыққа қол жеткіземіз. Біз өткен өмірді басқаша сүріп шыға алмаймыз. Аяқталған өмір тағдырға айналып болды. Бірақ оны қалауымызша қиын эпизодтарды бір-біріне жалғап, жұп-жұмыр етіп монтаждай аламыз. Мұны фильм жасаушы режиссерлер жақсы түсінеді. Мықты режиссер оператордың түсіріп келген мол материалынан жұп-жұмыр туындыны кесіп алып шедевр шығарады. Сол үшін де монтаж жұмысы ең маңызды, ең жауапты кезең саналады. Көрерменнің ішін пыстыратын мағынасыз сюжет фильмде мүлдем болмауы тиіс. Фильм неше сағатқа немесе неше серияға созылса да бір ғана мәннің желісімен жүріп отырады. Бейсеннің де сүріп шыққан өмірін кітап етіп жазғанда
мәннің ережесіне сәйкес монтаж жасап шықтық. Ал бұл Құдайдың адамға берген ең ірі қасиетінің бірі. Мәннің қуаты атты еңбектің авторы Эмили Смит те осы ойды былайша әдемі айшықтаған. Ықылым заманнан ақ адамның бойында өткен өмірді мағынасына қарай баяндап отыратын қасиет бар еді. Ондағы мақсат біреу. Бұл дүниеге мейлінше мәннің жарығын тарату, адамзат ежелден ақ хаос көрсе, оны дереу реттеп қоюға ынтық. Мысалы, құлағымыз у-шудың арасында анық сигналды қағып алуға дайын тұр. Бұлтқа қарап, оның арасынан белгілі бір формаларды көзбен сүзіп аламыз. Миға құйылған кез келген ақпаратқа өз тарапымыздан қосымша мағына жүктеп, ақылмен әдемі тәпсір береміз. Олай етпесек, өмір сүре алмаймыз. Кез келген құбылыстың не өткен оқиғаның маңызды мағынасын қалайда сүзіп алып, көңілге түйіп алуға тырысамыз. Тарихшылар да бізге өткен заманның оқиғасын жеткізгенде телегей теңіз фактілерді жөн-жосықсыз ақтара бермейді. Тарихтан үйренуге міндетті болған сабақтарымызды сұрыптап беруге барын салады. Өзіңнің де, өзгенің де кім екенін анық біліп, жақыннан танығың келсе, оның өмір тарихымен таныс. Адам қандай іске араласты, нені құндылық деп таныды, бойына қандай өнерді сіңірді, бастан кешкен оқиғасына қандай позицияда баға берді. Осы сұрақтардың жауабы дұрыс берілген сайын белгісіз жанның кім екені көз алдымызда айқын болады. Керек десең, өз-өзіңді дәл осындай әдіспен айқындап алуға әбден болады. Сондықтан да ғалымдар әр адамның жеке өмір баяны болсын, өз өмірін өзі баяндасын деп ескертеді. Кейін бұл сала дами келе 1980 жылдардан бастап нарративті психология деп аталып кетті. Оның шарты бойынша әр адам өзі сүрген өмірге өзі баға беруі тиіс. Америкалық ғалым Денмак Адамс дәл осы саланы 30 жылдан астам зерттеді. Ол тыстан танылған түрлі жалған идеяларға маталып қалып, өзін таппай аласарып жүрген жандарға өз өмірін өзіне кәдімгі миф сияқты баяндатып қоятын. Баяндау барысында өміріңе қалауыңнан мағына дарыта аласың. Өзің тұтынған құндылықтар мен ұстанған дініңе орай қосымша тәпсір берсең тіптен жақсы. Осындай баяндау еркіндігі берілген кезде ғана адамдар өзінің ойлағандай мүлдем босқа өтпегенін түсінеді. Жас кезінде мән бермеген ұсақ-түйек оқиғалардың есейе келе тағдырының шешуші сәттерінен тікелей әсер еткенін байқайды. Тіпті кей тұстарында кереметке кезігіп, құдіретті бір күштің тікелей қолдауымен тура келген ажалдан аман қалғанын айтып отырады. Ақырында оның өмірі қиыншылықпен басталып, ең соңында осылайша ол мақсат мұратына жетіпті деп аяқталатын классикалық ертегіден аумай қалады. Осы кезде ғана санасы тұманданған пенде өзін әсерлі бір аңыздың не ертегінің қаһарман кейіпкері сияқты сезініп, өзіне деген құрметі күрт артады. Әрине, біздің жағдайда сәл басқаша. Бесен өз өмірін өзі баяндай алмайды. Оның өмірін саралап монтаждап отырған біз. Дегенмен, кімді танығың келсе де, әуелі оның өмір баянын сұра деген қағидаға орай, Бесеннің де өміріне үңіліп қарасаң, мағыналы өрнекпен әдемі тоқылған тағдыр кілемін қиналмай көре аласың. Бір қарағанда оның тағдыры өмірі бітпейтін журналистік жүгіріс пен басшылықтың соңы жоқ жиналысынан тұратын сияқты сезіледі. Шындығында әсте олай емес. Оның өмірінде бір-бірімен мағынасына қарай ілініскен ғибратты оқиғалардың ізі сайрап жатыр. Еш қайсысы да кездейсоқ болды дей алмайсың. Бәрі де саналы әрекеттің қолдан тудырған толқыны. Бір қарағанда оның тағдыры өмірі бітпейтін журналистік жүгіріс пен басшылықтың соңы жоқ жиналысынан тұратын сияқты сезіледі. Шындығында әсте олай емес. Оның өмірінде бір-бірімен мағынасына қарай ілініскен ғибратты оқиғалардың ізі сайрап жатыр. Еш қайсысы да кездейсоқ болды дей алмайсың. Бәрі де саналы әрекеттің қолдан тудырған толқыны. Сапасы мен мәніне қарай өмір иесіне таңғажайып мәртебе сыйлаған. Нарративті психологияның тағы бір майталманы Майкл Кросли де осы заңдылықты баса айтып көрсетеді.
Біздің заманда өзімді жоғалтып алдым, өзімді таппай жүрмін дейтін жұрттың қарасы қалыңдаған. Осының бәрі адамның өлшеулі ғұмырды тиімді пайдалана алмауынан шығып жатыр. Адамның жаны да, санасы да, рухы да, болмысы да бұл дүниеде заттай нәрсеге тәуелді емес. Адамның болмысы уақыт ішінде ізгі амалға ғана тәуелді. Ізгілікті құртанып қоя салудың өзі жеткіліксіз. Оны көздің қарашығындай қорып, оны шырағы сөніп қалмасын деп соңына дейін күресетін, ерлік істер ғана көрінбейтін адам жанын бар бола алатын болмыс түріне түсіреді. Өзін өзі тапқысы келген, өзін өзі терең түсінгісі келген адам қорықпай қадам жасап, батыл түрде күрессін. Күрескен кісілер ғана өзін бар ретінде анық сезініп, мәңгілік жоқ болу деген үрейден ада болады. Міне, осындай ғалымдардың теорияларына сүйене отырып, «Бейсен және болмыс» деген кітапты дүниеге әкелдік. Дұрысы, оны қалдырып кеткен болмысы осы кітапты тудыруға түрткі болды. Бәлкім, кім біледі, Бейсеннің ізгі істері мен таңғажайып тұлғасы, өнегелі өмірі өзін өзі жоғалтып, таппай жүрген жандарға рухани серпін беріп, өмірге деген құштарлығын оятар. Егер олай болып жатса, ол да ғайыптағы мәннің тіршіліктегі табиғи көрінісі саналады. Мағынамен сүрілген мәнді өмір тағы бір мағыналы тіршіліктің өмірге келуіне түрткі болуы тиіс. Бейсен деген кім? 1971 жылы Алматы облысы Қызылжар ауылында Құранбектер отбасында бір бала дүниеге келді. Ағайын туыс жиналып, балаға азан шақырып ат қойды. Оның есімі туу туралы куәлікке Бейсен Құранбек деген атпен таңбаланды. Бірақ бұл сіз білетін айтуға оңайдың Бейсені емес. Оның кім екені әлі белгісіз, болмысы анықталмаған беймәлім Бейсен еді. Адам болмысын зерттеумен шұғылданатын экзистенциализм ғылымы әңгімені осылай қарастырады. Жалпы, адамзаттың ең жиі жіберетін қателігі осы тұс. Олар мен дүниеге дайын күйімде тудым, менің кім екенім әуелден анықталған деп бірінші қадамды қисық алады. Осы қисық қадам оның рухани эссенцияның сапасына кері әсер етеді. Яғни, дүниеден өтер сәті туғанда өзінің кім екенін анықтай алмай аласұрады. Жан берудің ауыр азабы осы түсініксіз болмыстың кесірінен туындайды. Герман Фейхл «Өлімнің мәні» деген еңбегінде мынадай ой айтады. Әсілінде өлім сәтіндегі паника тән азабына тумайды. Бұл болмыстың жан айғайы. Тіршілік атты таңғажайып феноменді зая кетірген адам сол күйі кім екені анықталмаған өз болмысынан өзі шошиды. Ол, бұл менің ажалым емес, мен бұлай өлмеуім керек еді, тағы да сәл уақыт берсе басқаша өлетін мүмкіндігім бар еді деп шыңғырады. Өкінішке орай мүмкіндік қайта берілмейді. Адам әуелден-ақ кім екені белгіленіп туылады деген қате философия тұтас қауым мен халықты геноцидке ұшырататын апатқа апарып тіреген. Алысқа бармай-ақ Екінші дүниежүзілік соғыста фашистер дәл осы сылтаумен еврей жұртын аяусыз жаншып жіберген. Яғни, сендер мына дүниеге қарғыс қамытып киіп келгенсіңдер. Кім екендеріңді айтпаса да белгілі. Сендерді өлтіру қоғам үшін өте пайдалы деп есептеген. Осыдан келіп, Сартрдың «Экзистенция эссенцияның алдында жүреді» деген атақты афоризм айтылды. Бұл афоризмді оңай түсіндіру үшін мынадай мысал береміз. Тауық эссенциямен туады. Жұмыртқа инкубаторда жатқанда қай күні балапан болатыны, қанша салмақ жинайтыны, қай күні сойылып етке айналатыны белгіленіп қойылады. Яғни, тауықтың миссиясы анық. Одан бөлек күшік пен марғауға қарап та, олардың болашақта қандай ит, қандай мысық боларын анықтай аласыз. Ал адамда олай емес. Дүниеге келген сәттінде оның кім екенін тауық сияқты дәл біле алмайсың. Адамның эссенциясын экзистенция анықтайды. Экзистенция деген не? Экзистенция деген іште емес, тыста көріну. Құпия тұрағынан дене арқылы тысқа бар болып көрінуге талпыну деген мағынаны білдіреді. Мұны халықтың ұғымындағы ниет сөзімен түсіндіруге болады. Іште бекіген ниет
нақты амалмен іске аспаса, оның бары не жоғын айыра алмайсың. Яғни ниет экзистенция жасап тысқа шыққанда бес сезім мүшесінде сезілетін эссенцияға айналады. Мысалы, Ыбырайым пайғамбарда Намрут отқа өртегенде қарлығаш экзистенция жасады. Ол пайғамбарға жақтас екенін құр сөзбен білдірген жоқ, үлкен отқа қанатымен су сеуіп, ниетін эссенцияға айналдырады. Ой түсінікті болу үшін қиссадан үзінді берейік. Ыбырайым пайғамбардың заманында Намрут деген патша өмір сүреді. Бір күні ол пайғамбармен ұстасып Ыбырайымды отқа өртемек болады. Үлкен шұңқыр қазып, ішін қырық арба отынмен толтырады да Расулды сонда салады. От лапылдап жанған сәтте бір қарлығаш тұмсығымен су тасып өртті сөндірмек болады. Оған өзге құстар күліп, әй сорлы, бір тамшы су алапат отқа не болады дейді. Сонда қарлығаш, бұл оқиға жақсы мен жаманды, дос пен қасты айыратын кездік сықылды. Өртті мен өшіре алмасам да ниетім өшіреді дейді. Айтқандай, осы оқиғадан соң қарлығаш адамның досына айналып, оның шатырына ұя салатын болыпты. Адам болмысын түсіндіргенде де солай. Мөлдір сипатта бар екені яки жоқ екені белгісіз. Болмыс дене арқылы мағыналы бір іске белсенді араласқан сәтте ғана эссенцияға айналады. Мәнсіз, мағынасыз өмір сүретін адамның өлген соң тез ұмытылып, елдің есінен тез шығатын себебі осы. Оларда эссенция жоқ. Адам өз болмысын экзистенция жасап тысқа көрсете алмаған соң енді жасанды жолмен көрінуге тырысады. Авторитарлы режим орнаған елдерде диктаторлар өзіне ескерткіш орнатумен әуре болады. Экзистенция арқылы қалыптастыра алмаған эссенциясын ескерткіш мүсіндері арқылы жасауға тырысады. Экзистенция адамға ғана тән құбылыс. Адамнан басқа мақұлықта керісінше жан-жануар мен шыбын-шіркей эссенциямен туылады. Олар экзистенция жасамайды, саналы түрде таңдау жасап, қайырлы не қайырсыз іске араласып өзін сынап көрмейді. Таңдау арқылы өз тағдырын өзі қашайтын болғасында адам болмысы ең ардақты, ең қадірлі, ең қастерлі болмыс саналады. Ал Бейсен Құранбек туған кезде оның бойында не бар еді? Ашылмаған болмыстан басқа түк те жоқ еді. Ашылмаған болмыстың ішінде не бар еді? Оның ішінде жауапкершілік, махаббат, еркіндік, ар-ұят, мейірім, сабыр, ақыл, парасат, қайсарлық, тәубе сияқты рухани феномендер бар еді. Адам оны уақыт деп аталатын таңғажайып құбылыстың ішінде ерік-жігерімен іске қосады. Мартин Хайдеггердің болмыс және уақыт деген философиясы осыдан шыққан. Қазіргі кванттық физика мен нейропсихология уақыт факторының жоқ екенін оп-оңай дәлелдеп береді. Бірақ Құдайдың құдіретімен біз бұл дүниеде уақыт пен кеңістікке тәуелді болып өмір сүреміз. Олай болса, жоқ уақыт қалайша бар болып тұр? Жоқ нәрсені бар етіп көрсетудің мәні не? Оның мәні біреу. Саған өлшеніп берілген уақыт еншісінде жоғарыда айтылған болмыстың бүкіл қасиеттерін ашып таратуға үлгеруің керек. Бұдан да қызығы, саған берілген уақыттың қай күні бітетіні құпия. Әмәнда қарыс жерде сені қаза да, қазына да күтіп тұрады. Осыны бүкіл жұлын жүйкесімен сезінген адам өмірінің әрбір минутын экзистенциямен өткізуге барын салады. Бейсен атты болмыстың кереметі де осында. Осы философияны арнайы оқымаса да жан жүрегімен түсінген таңғажайып тұлға. Ол есейген сайын өмірдің қадірін терең түсінді. Болмыстың бүкіл қасиетін барынша ашып үлгеруге оған 40 жыл ғұмыр жеткілікті болды.